5 жыл бірге оқығанда, егіз қозыдай бірге жүріп, күйіп-сүйіп қосылған бек жігітпен 10 жыл бірге өмір сүріп, дүниеге 2 сәби әкелгенмен дәм тұзымыз жараспай ажырасып кеттік. Бұрын ешкімді менсінбей, махаббат деген адам өмірінде бір-ақ рет оянатын сезім деген ұстанымның жетегінде жүргенмен жолым болмағаннан кейін бетім әбден қайтып қалды. Махаббат атты теңізге жұбыммен шомылуға үлкен әзірлікпен келгенмен өмірдің үлкен соққысын алдым. Өмірде мен үшін бек жігіттен басқа жігіт те, еркек атаулы да болмайтындай еді. Сөйткен жұбайлық өмір мен сүргендей болмаса, өмірден еркексіз өтейін дегенмін. Сондықтан болар, еркек деген сөзді естісем болды, бір жабайы хайуанның атын естіп, көз алдыма қорқынышты бейнелер келетіндей. Түр басым келіскен, өзім пысық әйел болғандықтан ба, әйтеуір үйленемін, маған күйеуге шық, балаларың әке орнына әке болам дегендерде, я болмаса ойнап күлейік, өмір деген ертең ақ бір күндей болмаса өте шығады, өкініп қаласың деп соғатындар кездесті. Жұмысым банкте болғандықтан ба, жұмыста да алдымыздан өтетін адамдардың көбі еркектер еді. Қонақтық пен туған күн кештерінде немесе мейрамдағы отырыстарда біреулердің тұла бойымды бастан аяқ көзімен тінтіп, я еркек көзімен сынай қарағанын сезсем, сол жерден сылтау айтып, тезірек жылыстап кетіп қалуға тырысамын. Осылай балалар деп, жұмыс деп жүргенімде күйеуіммен ажырасқаныма да зу етіп 4 жыл өте шығыпты. Жасым 35-ке толғанмен маған 26-28-ден артық бермейді. Уақыт бәріне емші деген шын екен, күйеуімнен көрген қорлығым ұмытыла бастады. Түн баласы азапқа түсе бастадым. Әсіресе махаббат, еркек пен әйел қатынасы туралы кітаптар оқып, телевизордан түнгі сеанстарды көрсем, төсегімде қырық аунап ұйықтай алмаймын. Өмір бойы әкеммен бірге тұрып, оған тас қорғандай арқа сүйіп келген шешем де мені күйеусіз өліп қалатындай көріп, әйелдің 40 шырағы бар, бір шырағың сөнсе басқасы бар, бетіңнің әрі барда сенімді тіреуді тауып ал. Айналаңда жігіттер шығында үймелеп жүр, балалар саған қол байлау болмайды, өзім бағып өсірем деп, шығынша үймелегендердің 2-3-еуін жақсы жақтарын жеткізіп, тек мен тиген жағдайда қиналмай-ақ түзеліп кететін кемшіліктерін айтып, жілікше шаға бастайды. Бір балаға зар болып жүрген дос келіншегін Қарашашта, жоқ Бекзаданың күткенің жетер, жерге түссеңші. Ана жынды байсымағың басыңды ешкімге қарамайтындай дулап қойған ғой дейді. Жігіттермен әзілдесіп ашық жарқын отырамын, одан әріге бара алмаймын. Одан әріге бару үшін басты бір нәрсе жетпейді. Ең аяғы жан тәнім мен дене құрылысымды қайта жасап шығу қажет сияқты. Төсек жайлы ойласам, көңілім құлазып сала береді. Менің жанымды кім түсінсін, ең жақын адамдарымда түсінбейді деп оңашада күрсінемін. Менің де ойнап күлгім келеді. Бір рет жолым болмады деп, өзімді әйел ретінде жерлеп тастамай сүйгім келетін, сүйікті болғым келген. Біреудің сүйіктісі болсам, еркек құшағында ләззат алып, оған да ләззат беріп, денем балқып жатса ғой шіркін дегенмін. Күйеумен алғаш қосылғанда ұзындығы 3 метр, ені 2 метр пәтерде уақыттың қалай өткенін білмей, жан тәніміз қосылып, бір адамға айналып, жан ләззаты мен тән ләззатына тоймай, күннің қалай атып, кештің қалай батқанын білмеуші едік. Бір-бірімізге керек нәрсе екіншіміздің бойымыздан табылатын. Еркек пен әйел қатынасының әліппесі бір бөлікте, ол туралы терең әңгіме бір бөлек екен. Еркек пен әйел қатынасы туралы терең әңгіме дегеннің өзі де өмірде кездесетін нәрселердің жартысында толық суреттеп жеткізіп бере алмайды екен. Неге біздің мектептің жоғарғы кластарында жұбайлық өмірге үйретпейді екен деймін. Кішкентайымыздан тамақ ішуге, киім киюге, үсті басымызды таза ұстауға, оқуға, жұмыс істеуге үйретеді. Ал адамға ең керек нәрсе жұбайлық өмірге, еркек пен әйел қатынасына үйретпейді. Тіпті тыйым салынған нәрсе секілді сұрасаң біреулері, әлі саған ерте десе, екіншілері, ол әркімнің жеке салатын дара соқпағы дейді. Ол соқпақты әркім өзінше салады. Ол ғылым болса, оны әркім өзінше оқып үйренеді. Біреу кітаптан, біреу көшеден, біреудің айтқанынан оған дағдыланатындар да біреу жабайы түріне, біреу әдемісіне, біреу ерте, біреу кеш үйренеді екен. Өз соқпағын табамын деп адасып, қателесіп жатқандар қаншама. Менің қолымда билік болса, күйеулерімен тату-тәтті тұрып жатқандары да, 20 жастағы әйелдерді бір бөлек, 30-дағыларын бір бөлек, 40-дағыларын бір бөлек үйретіп оқытса, тәжірибе алмасса, туындаған сұрақтарға бірге жауап берсе, көп мәселелер шешіледі. Еркек пен әйел арасындағы түсінбеушіліктер болмас еді.
ажырасулар да аз болатын еді. Балалар әкелер бола тұра тірі жетім атанбас екен деп ойлаймын. Көп проблема түсініспестіктен, түсіне алмаудан, түсініскісі келмегендіктен туындайды емес пе? Жеңгенің, әпкенің, ененің ақыл кеңестерімен шектеліп қалмау керек. Себебі бір үйдің, бір ауылдың әйелдеріне ұят көрінетін нәрсе екінші үй мен екінші ауылдың әйелдеріне ұят емес, қалыпты жағдай болып көрінуі мүмкін. Бұл мәселелерге де кеңірек бір ауыл не бір облыстың шекарасында емес, одан да кеңірек қарау керек секілді. Менің күйеумен ажырасып кетуіне себеп, мен оны 5 жыл бойы қаншалықты сүйсем, 10 жыл бірге тұрған уақыт ішінде жақын біле келе соншалықты жек көріп кеткенмін. Біздер кездесіп бірге қыдырып жүрген кезімізде ол маған тек қана жақсы жағынан көрінуге тырысқан. Мен де оны тек жақсы жағынан көруге тырысыппын. Ал екінші себеп арамызда еркек пен әйел арасындағы гармонияның, яғни үйлесімдіктің жоқтығында еді. Онымен төсекте әйелі болғандықтан амалсыздан жұбайлық міндетімді өтеу үшін жататынмын. Ол өз қызығымен өзі болып жатқанда, мен оның бір қажет затының міндетін атқарып, ештеңеге араласпай, жұмысын қашан бітіреді екен деп, тез бітірсе екен деп жататынмын. Кейде тезірек ұйықтап қалса екен деп, үй шаруасын істеп жүріп аламын. Бірақ ол ұйықтамайды. Оның айтуынша артық энергияларын шығарып алмай ұйқысы келмейді екен. Одан қалса түнде де таңертең де мазалайтынын қайтесің. Дүниеге бірінші сәбиім келгеннен кейін төсек мәселесі маған тозақ секілді көрінді. Еркек десе артынан төсек мәселесі қылтиятынын білетін маған біреуді тауып алу қайдан. Еркектердің бір жақсы көретінін, үйленгісі келетінін айтса, кейбіреуі мені тоқал ретінде алып, бөлек отау жасайтынын, ақшадан да басқасынан да кемдік көрмейтінді айтып шаршады. Соңынан кейбіреуі неткен салқын әйелсің деп тер айналса, күдер үзбеген кейбіреулері 3-4 жыл осылай тып-тыныш етегіңе намаз оқып жүресің бе деп, дені сау, өзі сұлу әйел әншейін ішкі мұңын сыртқа шығарамай жасырады да деп аяушылық білдіргендей болады. Өмір табиғат заңы өз дегенін істеді ме, әлде өзімдей дос құрбыларымның сөзі қамшы болды ма, мен біреуді іздеуге бел шеше кірістім. Үйленемін дегендердің бірімен бірінші рет төсектес болып едім, ертеңінде ол мені меншікті қылып алып, мен сені ұнатамын, төсекте де ұнайсың, үстіңе бір түсті көйлектер киіп жүр. Мен көйлектердің клеткасында, полоскасында ұнатпаймын деді. Менің қандай түсті көйлектерді ұнататымды сұрағанда жоқ. Оның үстіне бір түсті көйлектерді әкеліп тастағандай сөйледі. Оны осыдан кейін ұнатпайтынымды да, төсекте де ұнатпайтыным айтқан жоқпын. Тек қош бол, енді хабарласпа дедім. Енді үйленемін дегендерді қойып, олар мені меншігіндей заттай көретін секілді. Тіпті олардың талғамымен киінуді де талап етпек. Ал мен өз басымның ерікті болғанын қалаймын. Ойнап күлейік дейтіндерді көрейік дедім. Олардың бірі әбекең, ресторанға барамыз, әдемі киініп отыр, алып кетемін деген соң, барымды киім шыққанда ол нағыз қыз жібектің өзі болыпсың ғой деп ризашылығын жасыра алмаған. Қымбат шетелдік машинасымен бір ресторанға апарды. Онда шу көп екен, музыкасы да кілең орысша деп екіншісіне апарды. Әбекеңнің де танымайтын кісісі жоқ екен, мұнда да алғашқы ресторандағыдай біреулермен жапырласып амандасып жатыр. Онда қымбаттығына қарамай тамақ мәз емес екен деп, ақыры ортаңқол бір кафеге отырдық. Бірнеше жұма онымен дружит етіп жүріп, төсектес болғанда 40-қа болмаған кәсіпкер жігітке сезім де әйел де керек емес екен. Тек сұлу нақ сүйері, не екінші әйелі бар деген атақ қана керек екен түсініп, онымен бір жола қоштастым. Шыбынша үймелегендердің ішіндегі екеуінен көңілім қалғанмен, үшінші бойдақ ажырасқан еркекпен мен саған не үшін керекпін? Байы жоқ әйел болған соң коллекция үшін керекпін бе деп төтесінен сұрадым. Ол да жігіт екен, май мөңкілемей берген тура жауабын шалқамнан түсе жаздадым. Мен секстің әр түрімен айналысқым келеді. Видеолардан көргендерді істеп көрсем деймін. Еркек пен әйел төсекте бір-бірінің қалаған істеуге әзір болса ғана төсек қатынасының мәні ашылады деді. Мен мұндай пікірге келіспейтіндіктен экспериментке бара алмайтынымды білдірдім. Еркек пен әйелді төсек қатынасына апаратын жол меніңше өз-өзінен еш әзірліксіз оянған сезімнен кейін табиғи түрде пайда болу керек сияқты. Сөйтіп аз уақыт ішінде үш еркектің атын сызып тастап, жақсы еркектер әйелдердің қасында, ешкімге қажеті жоқ жаман еркектердің маған да қажеті жоқ деп, өзімнің интимдік өмірімде мораторий жариялап, алаңсыз тірлігіме кірістім.
Тіпті еркек жігіт деген бойымнан да ойымнан да өшірген секілдедім. Енді тек бір ойым жұмыста болды. Карьера жасаймын деп бекіндім. Бірақ бәрі Құдайдың қолында дегені рас екен. Жылы күздің жексенбісі еді. Балаларды мама апарып тастап, үйді әктеуге кіріскенмін. Кешқұрым әрең бітіріп, қатты шаршап тұрсам да Моншаға баруым керек болды. Оның кешкі сағат 10-ға дейін істейтінін білемін. Әрі үйден алыс болмаған соң, әрі кір денеме таза киім киемін бе деп, сол кие бір киіммен бара салдым. Үстімде әктен ағал-жағал болған кофта, төменгі жағымда трико шал бар, басымда кепештеп байлаған көнетөс ақ орамал. Моншаға келіп ентігіп ішке енсем, кезекте бірталай адамдар отыр екен. Моншаның бірнеше жеке кабиналы душы бар. Соған билет алып, мен де бос орынға жайғастым. Қарсы бетте 4-5 еркек кезекте отыр. Үстімдегі лас киіммен ыңғайсызданып, төменге қарап отырсам да, біреудің мені бақылап отырған көзқарасын сездім. Неге екенін қайдан сірә лас киімнен ұялғаным болу керек, бұл не қылған адам деп басымды көтеріп қарауға батылым жетпеді. Ішімнен өзіме ренжіп, әншейіндегі аттылыға жол жаюға сөз бермейтін өжеттігім қайда кеткен деймін. Кезегім келгенде ешкімге көз салмастан душқа кіріп кеттім. Рахаттанып душқа түсіп, тиесілі 45 минутымды шомылып, шашымды сәл кептіріп, есік алдына шықсам, түн тастай қараңғы екен. Кісі аяғы басылған көше қорқынышты. Көзімді қараңғыға сәл үйретіп алып, бір аялдамадай жердегі үйіме асықтым. Қатты шаршағандықтан ба, әлде көше асфальтының ойдым-ойдым жері кінәлі ма, бір кезде сол аяғым кілт етіп, оңбай құлап түстім. Көзімнен жас ыршып кетті. Қараңғыда ешкім көрмеді деп қуансам да, екінші жағынан тұра алмағаным жақсы емес еді. 1-2 минутта басыма сан түрлі ойлар келді. Ешкім білмей жатып қалсам қайтемін, біреулер ұрынса қайтемін деп уайымдадым. Бар күшімді жинап тұра беріп едім, жан даусым шығып кетті. Осыдан соң жақын жердегі аялдамадан біреудің сұлбасының маған қарай келе жатқанын байқадым. Бойымды қорқыныш биледі. Жақындай бере тартып келе жатқан темекісін аяғымен басып өшірді. Өзімше намыстанып түк болмағандай бір аяғыма бар күшімді салып тұра беріп едім, қозғалмаңыз деп ақырын болса да нық әмірлі дауыс естілді. Не ойларымды білмей, айналамды қолыммен сипаластап іздедім. Не болса да қорғанып бақпақпын. Жақындаған ол менің ойымды түсінгендей, қорықпаңыз, сол аяғыңыз ғой, кәне, оған күш салмай тұрып көріңізші деп мені демеп тұрғыза бастады. Бүкіл жан дүниеммен оның бет жүзін көрмесем де, бұл адамның Моншадағы кезекте мені көзімен бағып сынай қарап отырған еркек екенін сездім. Қалай қолтығымнан демесе де, менің жүре алмайтыныма көзі жетті ғой деймін. Тұратын жерімді сұрап алып, қол дорбасын маған ұстатып, мойнымнан мықтап ұстап ал деді де көтеріп алды. Өзімді ет жеңілді болмасам да, біраз салмағым бар деп есептейтін мен, басқа шара жоқтықтан ба, әлде маған бейтаныс жанның аяқ астынан келген қамқорлығы ұнады ма, айтқанын екетпедім. Ол алқына дем алып, адымдап жүріп келеді. Өз ойларымен алысып келе жатқанында енді қалай жүреміз деген дауыс естілді. Дауысы бар ғой, ондай дауысты естісең, айналаңның бәрінде бей-жай, мамыражай тірлік орнай қалғандай әсер етеді. Адамның дауысының соншалықты әсер ететінін бірінші рет көріп тұрмын. Бір аялдамадай жерге көтеріп келген адамның алдында енді мен ыңғайсыздандым. Үйге кіріңіз, шай ішіп кетіңіз деп, бір жағынан аурудан, бір жағы ол сөздерді тек әншейін бергі жағымнан сыпайылық сақтап айтқаным үшін өзімнен өзім ұялып зорлана күлімсіредім. Ішімнен қайдағы шай деймін, үйдің іші астан кестен. Мұрын жарған әктің иісі маған ұнағанмен оған ұнамауы мүмкін. Бойым бейтаныс жанға үйренейін деді ме, енді мен оған зер сала қарадым. 43-45-тегі бойы еңгезердей тіп-тік еркек. Көздері адамға бір түрлі мұңды қарайды. Көз қарасы адамды тереңіне тартып әкететіндей. Тек бетінің көлемді жерін ала орналасқан, мұрны да өзінше жарасымды орналасқан. Істеген жақсылығы үшін рахмет айтып, ақша немесе бір шөлмек арақ ұстатып, үйден шығарып салу керек деп ойладым. Менің жалғыз екенімді білсе, кетпей отырып алса қайтейін. Тағы ойына не келер екен кім білсін деп ойладым. Жақсылығыңыз үшін рахмет. Менен қайтпаса Құдайдай қайтсын деп, сигарет аларсыз деп 1000 теңге ақша ұсындым. Ол болса, жақсылықты Құдай үшін, ақша үшін жасаған жоқпын деп дүңк ете қалды. Одан кейін үй ішін барлап үлгерсе керек, жалғыз болсаң мен ешқайда кетпеймін дейді. Шошып кетіп, о не дегеніңіз, қайтыңыз, үйіңізге қайтыңыз деп едім. Сені бұндай күйде жалғыз тастауға болмайды. 1-2 сағаттан кейін не болатын кім біледі деп қосып қойды. Менің бір әкем ба, ағам ба секілді. Аты Досбол екен.
Қорықсам да сыр бермеуге тырыстым. Қозғала алмай отырмын. Менің айтуыммен ол залдағы диванға өзіне төсек салып, маған балалардың бөлмесіне төсек салып берді. Еңбектеп жүріп жастық астына үйдегі ең үлкен өткір пышақты салдым. Сол күні ол таң атқанша қасымда болды. Өзі ештеңе сұраған жоқ. Менің сұрақтарыма қысқаша жауап берді, бірақ өзінің жеке басы мен жанұясы туралы ештеңе айтпады. Менің қарсылығыма қарамай, аяғыма камфор майын жағып берді. Сіңірі сызылған ғой, 2-3 күн қозғалма, ештеңе етпейді, бірақ рентгенге түсіп тексеру керек деген деп айтты. Мені таңдандырғаны оның маған әйел деп қарамағаны еді. Оған мен сәл-пәл ренжіп те қалғандай болдым. Иә, ағам, інім секілді. Таң атқанша қасымда туысымдай отырып шықты да, таңертең көршімді шақырып беріп, сау бол енді құлама деп жай ғана шығып кетті. Ішімнен импотент деп ойладым. Сол себепті маған қауіпсіз көрінді. Кетіп бара жатқан оның артынан келіп тұрыңыз деп айқайлап үлгердім. Маған кездескен не мен білетін еркектердің салыстырғанда өзіммен сол импотентпен теңесуім дұрыс секілді болды. Менің есімде оның мұңды көзқарасы мен бөтен бір көрген әйелге жақын туысына жасағандай жақсылығы ғана қалды. Иә, сосын шамамен 4-5 аялдамадай жерде тұратынын айтқаны есімде. Арада бірнеше айдай уақыт өтті. Балаларымды мама апарып, дос қызымның туған күніне барғалы жатқанмын. Бұл уақытта тағы бір шыбынша үймелегеннің атын сызып үлгердім. Есік қоңырау қағылғанға ашсам, моншадағы танысым дос бол екен. Жұмыс бабымен ұзақ уақыт іссапарда болыпты. Аяқ астынан батылданып, туған күнге бірге барайық дедім. Жан ұясы туралы ештеңе айтпаса да, әлде бір ішкі түйсік арқылы әйелсіз тұратынын сезгенмін. Оның үстіне істеген жақсылығы да менің тарапымнан өтеусіз қалған. Бармаймын, аяғың жазылды ма, мүмкін бір жерге барып отырармыз дегем. Тек жағдайыңды білейін деп келдім, деп қайтуға жиналды. Мен аяқ астынан не шайтан түрткен білмеймін, дос қызыма көршіден телефон соғып, бара алмайтынымды айттым да, онымен бірге баруға келістім. Кафеге бардық. Ол арақ ішіп отырды. Мен өзіме қызуы 11-12 градустан аспайтын қызыл қою тәтті шие шарабын алдым. Әр нәрсені бір айтып көңілді отырдық. Одан үйге келіп шай іштік, музыка қойып биледік. Маған онымен бірге болу ұнайтын секілді. Бір кезде ол Марал бір жерге барып демалайық деді. Демалайық дегенді қалай түсінуге болады? Демалып отырған жоқпыз ба деп ұсынысына сұрақпен жауап бердім. Нені меңзеп тұрғанын ішім сезіп тұр, бірақ мойындағым келмейді. Сен бәрін түсініп тұрсың ғой, Марал. Өтірік айту, өтірік қылмысу қолыңнан келмейді. Ол сенің табиғатыңа жат. Ал түсінбей тұрсаң, айтайын. Сендей қылықты әйелдің қасында өзіңді ұстау өте қиын. Сеніммен төсекте бірге болғым келеді деді нықтап. Мәссаған деп ойладым іштей. Ал керек болса, мен оған еркек секілді қарамап едім, алыс бір туысым секілді есімде қалған. Өткендегі істеген жақсылығына бұлдап тұрғаныма деп ойлап үлгердім. Ойыма келгенді асығыс айта бастадым. Сізбен бе? Мен сізді сүймеймін. Сіз де мені сүймейсіз. Мен сізді бар болғаны екінші рет қана көріп отырмын деп тамағым құрғап. Иә, сүймеймін, ол туралы ойлағанда жоқпын, бірақ сенімен бірге болғым келеді. Мұндай тілек дейсің бе, құштарлық дейсің бе, маған келмегеніңе көп болып кетті. Ал сенің менімен бірге болғың келетінің көзің, жантаның бәрі айтып тұр. Тек аузың ғана басқаша сөйлеп тұр. Адамдардың аузынан шыққандардың 90% өтірік. Сенің айтып тұрған сөздерің сол 90%-ның ішіне кіреді деді. Жақсы психолог қой мынауың. Жанымда арпалысқан ашу ызама, кеудемде көтерілген әлде бір толқындар баспақ болып, ішімнен нахал дедім де, оның айтқандарына мән бермеген болып, музыканы ауыстырып бұрылып кете бердім. Ол артымнан келіп тұр екен. Бетте-бет келіп қалып едім, ыстық демі өртеп барады. Тап басып айта алмаймын, әйтеуір бойында әйелді еліктіретіндей күш бар. Ол құшақтай алып ерніме жабысты. Тұла бойым тоқ жүріп өткендей дір ете қалды. Әйел деген 35 жаста да 18-дей күй кешеді екен деп ойладым. Аздан кейін ыстық пеш қасында отырғандай сезініп, көздерім жұмылып, аяқтарым басудан қалып, буындарымның былқ-сылқ етіп ырқымнан шығып бара жатқанын аңғардым. Екеуміз де бір-бірімізді сүймейміз. Сонда қалай төсекте бірге болмақшымыз деген ой санамды жаулап алды. Алдындағы еркектер ең болмағанда мені сүйетін секілдеді. Олардың біреулер ұзақ, біреулер қысқа уақыт сездіріп жүретін. Ал мынау болса, тас төбемнен түсіргенде сүймеймін, ол туралы ойлаған жоқпын дейді. Ал керек болса, сексті еркек пен әйелдің арасындағы
сезімнің соңғы шегі деп есептейтін маған бұл қылықтарымыз өте ерсі көрінгенмен маған неге жағып бара жатқанын білмеймін. Жан тәніме билігімді жүргізуден де қалып бара жатқан соң, мейлі Құдай өзі бір кешірсін деп көптен аңсаған ләззаттың құшағына батып бара жаттым. Ол мені соғыссыз алған жауындай, сол жеңісінің церемониясын ұзаққа созғысы келгендей аялай аймалаған күйі сүйе берді. Соршы дегендей тілін де тықпаламай, не кейбір еркектердің жұлып алардай сормай, еркін, әдемі, жұмсақ сүйеді екен. Мен бір би білмейтін жас биші секілдімін, ал ол әдемі бір бидің бар қыр-сырын жетік білетін мұғалім секілді, өзіне тән махаббат би алаңына. Жоқ, екеуміз де бір-бірімізді сүймесек те қандай махаббат болушы еді. Секс дейміз бе, әйтеуір еркек пен әйел арасындағы қатынастың би алаңында мені дөңгелетіп бара жатты. Бір қатты сусап келіп, мөлдір бұлақтан құныға су ішіп жатқандаймын. Бір мөлдір бұлақтың зәмзәсін құныға жұтудамын. Айналам дөңгелеген ғажап дүние. Көгілдір жасыл сәулелерге толы мені тереңіне тартып барады. Есімді сәл жинаған сәтте неғып мені шешіндірмейді, әлде өзім бастап шешуім керек пе деген ой жылт ете түсті. Марал, жүр кейін кеттік деген сөзді естігенде шын дүниеге қайта оралдым. Ол ентігіп тұр, шаштары қобырап кеткен, мұңды көздері тұнжырай қарамай жалт-жұлт етеді. Осыдан 5, әлде 10 минут, әлде жарты сағат бұрынғы досбол емес, басқаша күйге түскен. Оның бойынан 25-тегі жігіттің екпіні де, өз күшіне сенімділігі мен өз ісіне деген мығымдылық та, мені көздерімен ішіп жеген еркектік құштарлық та атмосфераны жайлап алған. Жанасқан нәрсесін ертіп жіберердей қызулық та бар, және көздерінен бір іштей арпалыстың отында шалып қалдым. Неге басқа жерге дедім, оның құшағынан ажырағым келмей. Мен шалбар киіп жүрген еркек емеспін бе? Сені төсекке шақырған мен, сондықтан я менің үйіме, я қонақ үйге барамыз. Жоқ, осы жерде маған сенен басқа еш нәрсенің де ешкімде керек жоқ дедім, ұйқылы ояу жандай. Бір минутта жаңағыдай ләззатты шақтан ажырағым келіп тұрған жоқ. Менің ерінім оның еріндерін өзі іздеп тапты. 35-ке келгенше еркекті өз бастамамен сүйгенім осы шығар. Ал қолдарым ақылдың тыйым салғанына қарамай, оның көйлегінің түймелерін ағыта бастады. Оның қай кезде астымызға көрпе төсегенін қайдан, мені аймалауын жалғастырып шешіндіре бастағанда, ішімде арпалысып жатқан екі сезімнің бірін жеңіп, әлсіз қарсылығымды да қойып, оның әрекеттерін үнсіз қоштаумен болдым. Денем жанып күйіп бір белгісіз әлемге тап болғандаймын. Япыр-ау, менде пәленбай жыл кеуде болған әйел дейді. Ал мынандай жағдай әлемге тіпті кезеңге тап болуым бірінші рет. Өзімнің еркімнен тыс оның бұлшық еттерін сипайлап, төсімнен аймалап жатқанын сеземін. Өзіме өзім ұқсамай кетіппін ғой деп ойладым. Мас адам секілдімін, бірақ 2-3 сағат бұрын ішкен әлсіз шараптың қызуы баяғыда кетіп қалған. Арамызда ең болмағанда бір жақты сезім де жоқ. Оны екеуміз де мойындағанбыз. Сонда неге маспын мен? Шынымен мен оны жақсы көріп қалғанмын-ау дедім. Адамды білмей тұрып жақсы көру мүмкін бе дедім екінші ойым. Мынау сорлы денемнің еркіме көнбей, неге былық-сылқ етіп қалғанын түсінбеймін. Аузыма біреу тәтті әкеліп, дәмін жаңа тата бергенде қайта тартып алардай шыдамсызданамын. Неге бастамай жатыр? Неге тілегімді түсінбеді ме? Мұндай кезде қимылыңа бақылау жасамайсың ба? Әлде ұят деген бір жаққа кетіп қалады ма? Әлде табиғат заңы алдында адамдар әлсіздігін мойындайды ма? Менің қолдарым еріксіз оның денесін сипалай бастады. Менің қолдарыма бүкіл жан таным ғана емес, бүкіл табиғат, айналамдағы қызылды, жасылды ұшқындар мен өртеп, жалынға орап, талақсытып жатқан әлде бір күш барлығы қосыла менің қолдарыма әмір еткендей. Оның бар күші, сыртына шығып тұрған мүшесі, менің сезімге мас болғанымды күтіп тұрғандай, сексті аңсаған тәніме жақындап, бірер секундтардан кейін екеуміз бір адамға айналып кеттік. Бұндай да рахат болады екен-ау. Мен 10 шақты жыл әйел болып, бір еркекке бірнеше жыл әйел болып, 3 еркекпен бір рет болғанда, еркек пен әйел қатынасының мұндай тілмен айтып жеткізе алмайтын ғажайып тәтті шақтар болатын неғып білмегем, көрмегем, сезбегем, оқымағам. 62 тамырым иіп, селдеген сезім бүкіл жан танымның еш қалтарыс қуысын қалдырмай қамтып алып, бұрқ-сарқ қайнауда. Өмірімде бірінші рет миым да бос болып, ешқандай проблеманы ойламай, тек қана әйел болдым. Ол екеуміз ғажайып бір әлемде жүргендейміз. Тек ғажайып әлем және еркек пен әйел ғана бар. Екеуміздің жан танымыз бірігіп кеткен сондай ажыраса алар емес. Ол маған көбірек ләззат сыйлағысы келеді, ал мен оған қалай ыңғайлы жақсы болады деп ығына жығылудамын.
Ондай әрекетті мені өлтірем деп қорқытып, бұйырып та көп ақша беріп те істете алмас еді. Ал бойыңды өртеген әлде бір сезген сезім есіңнен айырып, не істеп не қойғаныңды білмейді екенсің. Ол менің ең бір жақын, ең бір аяулы адамыма айналған. Есім кіресілі шығасылы. Көздерімді ашуға шамам жеткен кезде оның жіпсіген маңдайына, кең кеудесіне, спортпен айналысқанның, әлде айналысатынның куәсіндей бұлтыңдаған бұлшық еттеріне шырайланып, күлімсіреген жүзі мен жұмулы көздеріне көзім түсті. Осы ләззатты сәттің ұзаққа созылуы оған ғана байланысты екенін сезінгендей, бойынан күші кетерде білінер-білінбес тоқтата қойып, екеуміз енген ғажайып әлемнің келесі бір қызығын көрсетеді. Арасында ақ сазаным-ау, бұлқынған маралым-ау, сені бала туған әйел деп кім айтады? Құлын мүшең бұзылмапты деп құштарлана аймалай түседі. Мен де сандырақтап, аузыма түскен нәрселерді айтқым келеді, бірақ та айта алмаймын. Ұят секілді. Оған деген ризашылығымды, оны жақсы көріп кеткен сезімді жасыра алмай, ол сөздер аузымнан еріксіз шығып кеткісі келеді, бірақ шығармауға тырысып жатырмын. Дәрігерлер мен психологтар айтатын, еркек пен әйелдің арасындағы гармония әйел бастан кешетін, бірақ әлі өз басым кешіп көрмеген ғажайып күй оргазм деген осы шығар деп ойлаймын. Құдайым-ау, өзің кешір. Әйел атанып бұрын көрмеген ләззатты ешкімді жақсы көрмей, не еркектің өзіме деген сезімін сезінбей, еш дайындықсыз, бірақ сәтте бастан кешіріп жатқаным өңімде емес түсімде секілді. Түс болса, түсім ақ болсын, тек аяқталмаса екен, ең болмағанда созыла түс екен деймін. Досболдың қимылымен бірге бойыма бір күш құйылып жатыр. Ол күш менің өмірді сүйе түсуіме, өмірде тек проблемалар мен қиындықтар, даңғаза қиыншылықтар ғана емес, ешқандай ақша сатып әпере алмайтын, ешқандай байлық бере алмайтын тәтті ләззаты ғұмырға бергісіз. Әрі осындай ақылға сыйғысыз ғажап сәттері де болатын дәлелдеп, көр, ізде, дәмін тәт, ие бол деп итермелегендей болды. Қанша қиыншылықты бастан кешірсем де, өмірді сүйуші едім. Енді өмірге одан сайын ғашықпын. Дос болмаған ләззат сыйлаған сайын, мен өзімнің әйел екенімді жеке сезініп, мен де оған тек әйел бере алатын ләззат сыйлағым келеді. Бұл сәттерде мен оның қандай тілегі болса да орындауға әзір едім. Бірақ ол ештеңе айтпады да, өтінбеді де. Мен осындай оргазм дегенді 2-3 рет бастан өткізгеннен кейін, ол мені біресе үстіне шығарып, біресе алдына алып, шырқ көбірек айналдырды. Оның қолдары кәдімгі еркектердегі айтылатын сиқырлы таяқша секілдетті. Төсіңді аймалап, сәл қысыңқырағаны да, денеңді соншалықты бір нәзіктікпен, жылылықпен, әрі өзімсіне сипағаны да, өзінің қимылдарына икемдегені де бәрінен шебер еркектің қолдары сезіледі. Оның кезекті қимылынан тұншықтыра ернеме жабысып, даусыңның 1-2 рет оқыс шығып, аяқтарымды әнтек шалт қимылмен қозғағаннан ақ бойындағы қуатын шығара бастағанын сездім. Өзінің шымыр ет жеңді денесімен менің аппақ денемді жаба сылқ ете түсті. Менің махаббатсыз, сезімсіз секспен айналысқан күнәмді ешкімге, керек десеңіз анау терезеден жүзіп бара жатқан айға да көрсеткісі келмегендей жауып жатыр. Сөз арасында айтып қалған 90 килограмм салмағын қауырсын құрлы көріп жатқан жоқпын. Басымда, денемде жеп жеңіл, сонау жалын шашып тұрған 18-имде қайта оралғандаймын. Неге екенін білмеймін, қуанышым қойныма сыймайды. Мен оның термен жабысқан шашын саусақтарыммен тарамдап, менің аймағыма өткен мүшесін жіберім келмегендей. Топ-толық сандарымның арасында ішкі мүшелерімді көмекке шақырып, кетпей ақ қойсаңшы. Сенің орның осы жер ғой дегендей қысып-қысып қоямын. Ол да деп сүйсіне дауыс шығарып қояды. Жыл мезгілі көктемнен жазға ауыса бастағанда тамаша бір кез болды. Сол кезде орман арасындағы бір алаңқайда жатсаң, неше түрлі шөп иісі аңқып мұрын жарады. Ал күн көзінің жаңа қызу алып келе жатқан беті сол кезде көк шалғының үстіне көзіңді аша алмай маужырап, әлде бір ғажап күйге енесің. Оның жүзі дәл сондай болып жатты. Маужыраған жүзіне қуаныш пен әлде бір бақыттылықтың сәулесі ойнап тұр. Ал менің жаным мен тәнім мен қуанышым мен бақытымның лебі есіп жатыр. Мен осындай күйге күн сайын, сағат сайын, минут сайын түскім келетінін түсіндім. Ол менің үстімнен жай ғана аударылып түсті. Ендігі қимылы тіпті өзгеше. Мен оны 2-ші рет көріп отырған адамыма 2-ші рет қарызым болғанымды түсіндім. Оның әйел ретінде оянбаған әйел екенсің дегені маған көп нәрсені ұқтырғандай. Ол 10 жыл әйел болып, 2 бала туған әйелге еркек пен әйел арасындағы төсек ләззатын ұқтырған алғашқы еркек болды.
бір жауды жеңіп келген батырдай риза болып жатырсың ғой дедім. Айтқым келгені басқа еді. Мен ұнатып қалғанымды түсіндім, бірақ оны өзім бойындағым келмеді. Тіпті олай ойлауға да қорықтым. Әрине, сендей оянбаған, әрі қызуғанды әйелмен болу оңай дейсің бе деді. Мен екі бетім дуылдап отырып оған шындықты айттым. Онымен бірге болуымның басы да, соңы да осы шығар, енді көрмеймін деп ойладым. Ол шындықты айтпақ түгел өзімде бойындағым келмеген. Оның үстіне еркекке айтуға қалай дәтім барғанын білмеймін. Көздерімді алақаныммен басып жатып, баяу бастағаным есімде. Мен сенімен бүгін төсекте алғашқы рет болсам да, бұл түннің ләззаты бірнеше айларға, мүмкін жылдарға жететінін білемін. Мен бұндай күйді ешқашан ешкіммен кешкен емеспін, күйеуіммен де, басқалармен де. Сенің не сиқырың бар? Өзімді де түсіне алар емеспін. Бұрын төсек қатынасын тек еркектерге арналған нәрсе деп ұғатын едім. Енді басқаша екенін білдім. Қарамашы, ұяламын деп, оның кеудемде жатқан басын құшақтап, шаштарын ұйпалақтаумен болдым. Ол мені құша түсіп, сенің жан тәніңнің құпия кілтін тапқаным ғой деп бауырына баса түсті. Біраздан соң екеуміз ғажайып дүниенің құшағына қайта ендік. Ол менің құшағымда ма, әлде мен оның құшағындамын ба, әйтеуір құшақтасып жатып, тәтті ұйқыға кетіппіз. Ертеңіне тұрғанда оның менің көздерімдегі мен іздеген еркек сенсің деп, тұнып тұрған сырды оқымасын деп, көздерімді алып қашып, оған тіке қарамауға тырыстым. Екі рет көре сала құшағына құлағаным, махаббатсыз, сезімсіз, секспен айналысып, енді оған деген сезімімді жасыра алмай, үздіге қарап тұрсам, ұятай масқара ғой, не деген жеңілтек әйел деп ойламай ма? Ештеңе сездірмей, салқын қоштасып қалам деп ойладым. Ал өзім бүгін үйленейік десе, жалаң аяқ қол ұстасып кетейік десе де әзір едім. Шіркін-ай, артымнан жылдап жүрген анау шыбынша үймелегендердің бірі неге ол емес деп қапаландым. Ол тұрып, киініп, жуынып келіп, шашымнан сипап отырды. Марал, сен мені кешір деді, дауысы тұтыға шығып. Ол маған бір үкім, бірде өткізген түніміздің ләззатын бұзатындай, бір нәрсе айтқалы тұрғандай, бойымды қорқыныш биледі. Ондай тәтті шақ неге тез өтеді деп ойлағанша болғаным жоқ, оның дауысы алыстан талып естілді. Мен өзіме ешбір әйелді жақсы көрмеуге, сүймеуге уәде бергенмін. Керек десе әйел біткеннен кек алуға бекінген едім. Менің жүрегімде жара бар, жас жара, қаны әлі сорғалап тұр. Мен сүйген әйел мені 20 жыл бойы алдап келіпті. Пәк қыз болып шықпаса да, оны кешіріп, үлкен жүрекпен селдеген сезіммен сүйіп едім. Ал бірақ 18 жыл бойы өз балам деп келген баланың өзімдікі емес екенін тосын білуден артық қайғы бар ма? Бұдан артық не сорақылық болушы еді? Бұл әйелдер тарапынан болатын ең ауыр қылмыс емес пе? Баламның ауыр операциядан шыққанына қарамай, ештеңе түсіндірмей үйден шығып жүре бердім. Сол кеткеннен мол кеттім. Әйелім бәрін түсінді, ештеңе демеді. Баламның менікі емес екені сол операция кезінде анықталған. Баланың қанның группасы менің де әйелімнің де группасымен сәйкес келмеді. Менде қазір бейтаныс адамды бір көргеннен қандай адам екенін танитын қасиет пайда болған. Сен таза мөлдір бұлақ секілдісің. Сенің жаныңды жаралағым келмейді, қош бол. Сенімен қоштаспасам сені сүйіп қалу мүмкін. Маған уақыт керек. Мен сенен емес, үлкен сезімнен қашып барамын. Мен енді ешкімді сүйгім де, жүрегімді де, жанымды қинағым келмейді. Қош бол деді. Ол есікті жаппастан шығып кете берді. Артынан тура жүгіргім келген, ойыма келген әлде бір нәрселерді айтқым келді. Қасымда қал дегім келді. Саған маңдайы торсықтай ұл тауып берем дегім келді. Қиын сәттерде оның мойнына асылып, қорғанышым барын сезініп, құшағында тұрып шағынып жылап алғым келген. Қуаныштармен бөліскім келген. Ол жұмыстан келгенде анамның үйренгенін, өзіңе жақсы, істегенің бізге жақсы деп үйреткен тамақ түрлерін алдына қойғым келген. Соңғы кезде қойып кеткен қас көзімді сәл бояп, әдемі иіс су жағып, қасында жайнап жүргім келген. Бірақ оның бірін де айта алмадым. Әлде айтқым келмеді, әлде тыңдайтынына сенімді болмадым. Ол кетісімен есікті жауып, неге екенін білмеймін, қатты жылап қала бердім. Еркектердің өздері түгіл көлеңкелерінде көргім келмейді, аттарында естігім келмейді. Мен дос болды, бір жерден шыға келеді ма деп әлі күнге дейін күтіп жүрмін. Моншаға барған сайын оның көз қарасын іздеймін. Қиналған сәттерімде де оны іздеймін. Қол ұшын созып, бір қалтарыстан шыға келетіндей. Түндерде де кірпіктерімді айқаспай, тек соның құшағын аңсаймын. Балаларымның әкесі де сол болса деймін. Айлар өтіп жатыр, одан күдерімді үзгім келеді.
Өзіме өзім күн сайын есеп бергенде, біз махаббатсыз тек секспен айналыстық қой деп өзімді жұбатып қоямын. Сол түннен бері кеудемде пайда болған жалынды өшіре алмай өзім ызаланамын. Бірақ бір нәрсені анық сездім. Маған одан басқа ешкімде керек емес. Шыбынша үймелегендермен болмақ түгілі, сынамақ түгілі аттарында естігім келмейтін болды. Дос болдың бір келетін жан дүниеммен сезіп, әр күнімді үмітпен қарсы алып жүрмін. Келмесе іздеймін, оны табуға белімді бекем буғамын. Ол 4-5 аялдама жерде тұрамын деген, білдірмей кездескен боламын. Оны сүйетінімді қалайда ретін тауып білдіремін. Сүйетінін айту тек жігіттерге ғана тән бе? Оны айтуға тек еркектердің ғана құқы бар ма? Сүйетініңді білдіру қылмыс емес қой. Мен Досболды тауып, біз бір-біріміз үшін жаралған жандармыз деймін. Оны іздеп тауып қосылатынымызға сенімдімін. Сәл кештеу болса да, біздей жандардың бір-бірін жолықтыратыны қандай бақыт.